Саламатсыздар ма? Бүгін осы макасыйды тоқитын боламыз. Мен 38 размер алдым. Ақ табан. Үсті осындай ашық түстен алдым. Өте әдемі. Мына жақтарында біркелкі қылып тоқсаңыздар да болады. Арты да әдемі ұстайды. Мен бұл жерде өткен неде бұда 8 қатар қылдым. Сосын алдына 4 қосқанда сонымен 8, 9, 10, 11, 12 қатар болды. Өте әдемі, аяқтың артын өте әдемі ұстап тұрады. Бастаймыз. Енді бұл жерде артынан бастап, мынау ортасы сол жерден бірінші ұяшық, екінші ұяшық, үшінші, төртінші, бесінші ұяшықтан күртеуімізді кіргізіп, осы жерден жұмыс шыбымызды іліп алып, осы жерден бірінші ұяшыққа біреу кіргізіп, жұмыс шыбын тоқып, екінші ұяшыққа екеу, осының алдындағы видеодағыдай дәл солай астын дәл солай тоқимыз. Бұға біріншісі біреу, екіншісі екеу, үшіншісі үшеу, одан кейін екеу, одан кейін үшеу, одан кейін екеу, сөйтіп айналдырып, қазір екеу болады, одан кейін үшеу, екеу, үшеу болып айналдырып, осы жерге шейін алып келеміз. Аяқ жағына келдік. Енді мына жерде екеу болды, мына жақта екеу болды, мына жерде үшеу тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Бұлай осы жерден біреуден бастадық, біреуді үшеумен толтырдық. Екеу, үшеу. Осы жақтың бәрі сөйтіп айналып келіп, үшеу болып, осы жерден аяқтап, осы жерден мына жібімізді, осы жерден күртеуімізді кіргізіп, жұмыс жібімізді алып шығып, мынау күртектағы жіптен өткізіп, осы жерде бекітеміз. Осы жерден енді әр ұяшыққа біреуден 19 тоқимыз. Біреу, екеу, 19 тоқимыз осы жерге шейін. Осы жерден ілмегімізді іліп қойып, жібімізді былай мына бос қылып, осы жерге алып келіп, қайтадан. Енді осы екінші қатарымызды тоқимыз. Біз не жерден бастадық? Мына жерден, мына бұрыштан бастадық. Осы жерден күртеуімізді кіргізіп, іліп шығарып, осы жерден тағы тоқыған үстіне тағы бір тоқып шығамыз. Осылай. Осылай осы жерге шейін алып келеміз. Мына екінші қатарымыздың соңына келдік. Ең соңында ілмек тұрған жердегі астынан іліп алып, жібімізді шығарып, мынау ілмектегі ілмегімізді алып, осыдан үшеуінен біреу шығарып, қайтадан ілмегімізді іліп қоямыз. Енді мына жаққа алып келіп, жібімізді осы жерден мынау бұрышымыз, осы жерден 1, 2, 3, 4, 5, 5-ші ұяшыққа кіргізіп, осы жерден жұмыс жібімізді алып, қайтадан жібімізді көтеріп, бұл біреу болады. Мынау 2, 3, 4, мынауымыз 5. Енді мына бұрышымыздан біреу алып, осы жерден узорымызды бастаймыз. Бір қысқа, осының астына түсіп қалмау керек. Келесі бір ұзын, бір қысқа, бір ұзын,
осылай осы жерге шейін алып келеміз. Мына бұрышқа келдік. Енді осы жерден мынау қысқа болды. Келесі мынау осының астынан ұзын қылып тоқимыз. Мынау ілмегімізді алып, осы үшеуінен біреу қылып өткіземіз. Келесіге біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Осылай ілмегімізді іліп, осылай көтере береміз. Енді жібімізді мына жаққа қарай алып келіп, тағы 1, 2, 3, 4, 5 дәл бағанағыдай жұмыс жібімізді іліп шығарып, көтеріп, 2, 3, 4, 5. Мына біреуін санамасаңыздар да болады. Сонымен мынау 4 болды. Мына бұрышқа, мынаның бұрышына біреу ұзын қылып алып, келесі қысқа, келесі ұзын, келесі қысқа, келесі қысқа, келесі ұзын, келесі қысқа, келесі ұзын. Дәл осылай үш рет алып келеміз. Біздің жерге келгенде мынау қысқамен аяқталды. Келесі мынау жай тоқығандарымыздың мына бұрышына ұзын тоқимыз. Ұзын, қысқа, ұзын, қысқа тоқимыз. Сосын мынау ілмектің астына ұзын тоқимыз. Ұзынмен аяқтаймыз. Үшеуінен біреу шығарамыз. Келесіге біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Ілмегімізді іліп қоямыз. Осылай, дәл осылай бітіп, мына қатарға үшеу тоқылды. Бірінші жай, екіншісі іліп, үшінші ұзыр. Аяққа келген кезде мына жері басылып қалмайды, тіке болып тұрады. Осылай шықты. Дәл үстіп алып келіп, бесеуден қосып, 7 қатар тоқимыз. Мына соңына келдік. Үш жерде мынау қысқамен аяқталды. Енді үш жерде ұзынмен аяқтаймыз. Осы жерден ары қарай мына жерге шейін жаймен тоқып шығамыз. Узорды келесі қатарда саламыз. Бізде алдыңғы аяқ киімімізде 7 қатар болған, бұда 8 қатар. Мына жерде бір қатар ашын жүрдік, екінші қатар орадық, үшінші қатар узор салдық. Мына жері майыспайды сонда келгенде. Бір қатар, 2 қатар, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қатар тоқыдық. Енді 4 қатар қосамыз тағы. Сосын менде мынау аяқ киімге бір моток жіп кетті, үзбей тоқыдым. Осыдан осынша артылды, үзбей тоқимыз. Енді осыны жаймен тоқып шығамыз. Әр ұяшыққа біреуден тоқып, осы жерге шейін алып келеміз. Соңына келдік, қысқамен аяқталды. Енді бірінші қатарды жаймен тоқығамыз. Енді бұзылған узор саламыз. Енді бірінші қысқамен аяқталды, енді ұзын тоқимыз. Ұзын, қысқа, ұзын, қысқа, ұзын, қысқа. Дәл осылай айналдырып, тағы 4 қатар тоқимыз. Бірінші қатар, 4 қатар тоқимыз. Соңына келдік. Енді үш жерден қысқамен аяқталды.
Мына жерде төртеу, мына жерде төртеу. Екеуі теңескен жері. Осы жерден жұмыс жібімізді алып, өткізіп, осылай үзбейміз, жібімізді үзбей. Осы жерден жібіміздің ортасынан жібімізді өткізіп, осы жерден жаймен қойып қоямыз. Енді біз бұл жерде артында 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8, 9, 10, 11, 12 болды. Алдымыз 4-еу. 1, 2, 3, 4. Осы жерден жібімізді бос қойып, бізде дәл ортамыз осы жері болады. Бүйет ұстап тұрып, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-шы яшыққа кіргізіп, жібімізді бос қоямыз. Бос қойып, осы жерден жұмыс жібімізді іліп алып шығып, көтереміз. Енді 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дәл ортамыз болады. Енді тағы 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осы жерден ілмегімізді іліп қоямыз. Осылай бос тұрсын. Енді жібімізді мына жаққа апарып, осы жерден 5-еу. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. 5-еуден кейін жұмыс жібімізді шығарамыз. Және неқті сәл босатамыз. Көтеріп, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Енді бұл жерден мынау қайырылғанға тоқымаймыз. Соның қасындағысына. Әр ұяшыққа бір-біреуден тоқимыз. Мына соңғысына кіргізіп, жұмыс жібімізді алып, ілмегімізді іліп, осы 3-еуден 1-еу шығарамыз. Бұл жерден бұл жағынан да 5-еу аламыз. 1-еу, 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Ілмегімізді тағы іліп қоямыз. Бұл біздің бірінші қатарымыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл екінші қатарымыз. 1, 2, 3, 4, 5. Осыны мына жаққа шейін алып келеміз. Мына соңына келдік. Ілмектегі бір жібімізбен 3-еуін іліп шығамыз. Бұл жақтан тағы 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу,
бесеу ілмегімізді қайтадан ілеміз. Бұл біздің екінші қатарымыз. Үш жерден ұстап 1, 2, 3, 4, 5. Бесіншіге ұяшқа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып, көтеріп, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, бесеу. Бұны қайырылғанға емес, келесіге кіргізіп, ат жағын осылай үшеуден аяқтаймыз. Бұл біздің үшінші қатарымыз. Жіпті үзбейміз. Соңына шейін осы жіппен тоқимыз. Қазір аяқтаймыз. Соңына келдік. Соңынан жұмысшымыз шығарып, мектеп жібімізді алып, осы 3 жіптен өткізіп, біреуін шығарамыз. Енді бұл жерде қайтадан бесеуін тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Мына бесіншісін іліп, көжектағы жіптен шығарып, осылай тартып, арасын ашып, жібімізді өткіземіз. Және бағанағыдай қатты қыспай, орташа қылып тартып қоямыз. Осылай біздің бірінші сабағымыз аяқталды.